Жаңа Конституцияның 3 бабында алғаш рет мемлекет қызметінің негізін құраушы қағидаттар бекітілді. Бұл қағидаттарды Конституция деңгейінде көтерудің құқықтық мәні неде? Конституция мемлекеттік саясаттың жаңа идеологиясын айқындайды деп санауға бола ма? Сұрағыңызға рахмет, бірден жауап берейін. Жоқ, бұны идеология деудің қажеті жоқ. Бізде Конституция бойынша пікір алуандылығы, саяси идеологиялық плюрализм көрсетілген. Яғни бұл жерде ең басты мәселе бұл мемлекетті мемлекет ететін, қоғамды қоғам ететін құндылықтар мен принциптердің жиынтығы деп айтуға болады. Шындап келейікші, тәуелсіздік, егемендік, тұтастық, бірлік деген категориялар біз үшін абстрактілі нәрсе емес, ойдан шығарылған дүние емес. Бұл біздің ұлтымыздың тарихи таңдауы. Бұл таңдауды ешкім ешқашан өзгерте алмайды. Сонымен қатар біздер үлкен мақсатты дүниелерді мемлекеттік принцип ретінде көрсетіп жатырмыз. Ол дегеніміз не? Ол деген алдымен мемлекеттің ашықтығы мен жұмысының айқындығы. Жұрттың талабы да осы. Біз бұның барлығын мемлекеттік қағидат ретінде, болашақта мемлекеттік органдар осыны өзінің жұмысының өзегі ететін жағдайға алып келейін деп жатырмыз. Біз сонымен қатар азаматтардың құқығын қорғау, азаматтардың сотта, басқа да мекемеде қорғалуын қамтамасыз ету жағында жұмыстанып жатырмыз. Бұның барлығы да мызғымас принцип ретінде өзгермейтін абсолютті құндылық ретінде Конституцияда көрсетілген. Сонымен қатар әріптестеріміз айтқан экологиялық мәселелер, жердің байлығының халыққа тиесілі болуы, басқа да дүниелер. Ең үлкен мәселенің бірі біздің болашақта қандай ұлт құрамыз дейтін сұраққа жауап іздеу. Сондағы біздің ойланып, толғанып жасаған дүниеміз біреу. Біздің ұлт бүкіл жаңалыққа ашық болу керек. Біздің ұлт қашанда өзгерістерге бейім болу керек. Бұл заманда тек қана жаңалыққа бейім, өзгере алатын, қоғамды өзін, пікірін, ойын, мәдениетін өзгерте алатын ұлттар ғана бәсекеге шыдай алады. Сол себепті білім, ғылым, инновация мәселелері үлкен құндылыққа айналып отыр. Біздің тарихымызда, табиғатымызда батырлықпен қатар еңбекқорлық та бар. Осыншама жерді алып қалу, осыншама жерді сақтап қалу, ол тек қана найзаның ғана мәселесі емес. Ол еңбектің де мәселесі, ол ойдың да, ақылдың да мәселесі. Сол себепті де біздер еңбек құндылықтарын да үлкен дәрежеге шығарып отырмыз. Әрбір партия, әрбір қоғамдық ұйым осы құндылықтарды дамыта алады. Өйткені бұл құндылықтар қоғамның талабы, жұрттың талабы, ақыл қисыннан туындап отырған дүниелер. Әркім өзі осыны алып, өзінше дамытуға мүмкіндік береміз. Бірақ ең басты мәселе осы құндылықтар біздің ұлтты ұлт етеді. Осы құндылықтар қоғамды қоғам етеді. Осы құндылықтар қазақты қазақ ретінде, тәуелсіз мемлекет ретінде сақтап қалады деп отырмыз. Осының айналасында біріксек, алданбаймыз. Тек тасымыз өрге дөмелейді.